Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы менің үйім. Абайдың шаңырағы. Бүгінгі сабақта Абайдың шаңырағы мәтінін түсініп оқып, Абай атаның үйін сипаттаймыз. Өз үйімізбен салыстыра отырып, кестені толтырамыз. Балалар, біздің өзіміздің осындай жеке үйіміз, өзіміздің туысқандарымыз, бауырларымыз, ата-аналарымыз бар. Сонымен қатар қазіргі заманауи үйде өмір сүріп келе жатырмыз. Ал бұрынғы кезде ата-бабаларымыз мынадай киіз үйде өмір сүрген. Мынау Абай атаның шаңырағы. Ал енді балалар, мәтінді мұқият тыңдайық. Абайдың шаңырағы. Мәтіннің авторы Кәмен Оразалин. Үй ішіне кіргеннен кейін әуез де көпке дейін үнсіз бір орында тұрып қалды. Оң жақта сүйек төсек тұр. Одан жоғары орналастырылған кітап шкафы, әсіресе 3 ішекті домбыра әуездің көзіне жылы ұшырап ыстық көрініп кетті. Төр алдында жазылған қызыл күрең кілемнің үстіндегі жеке-жеке қонақ көрпелер мен дөңгелек үстел Абайдың да алыста жүрмегенін аңдатқандай сезім құшағына бөледі. Қазір-ақ Абайдың «Нағашы төледіңіз» деген қоңыр дауысы естілетін сияқты. Қатты толқуға түскен әуез «Алда қарағым Абайжан-ай» деп қалды. Үлкен адамның қобалжыған күйін аңғарған Кәрім «Ау» деп сөз аралатты. Нағыз сахараның ақ күмбезі ғой мынауыңыз. Көз талдыра жан-жағына қарасқандардың үнсіздігін әлден соң әуез бұзды. Қайырлы болсын, біз бұдан артық не тілейміз, бәріңе де рахмет. Осылайша тілек еткен әуез төрге шығып жайласқан еді. Балалар, мәтіннің бірінші бөлігінде не туралы айтылған? Мәтіннің бірінші бөлігінде әуез қарттың Абайдың шаңырағына келген кезі бейнеленген. Ал мәтіннің екінші бөлігінде не туралы айтылыпты? Мұнда балалар Абайдың шаңырағындағы алаша, сүйек төсек, сонымен қатар қонақ көрпелер мен дөңгелек үстелдің тұрғанын айтқан. Яғни, мұнда Абайдың шаңырағында тұрған жиһаздар туралы айтылған. Ал мәтіннің үшінші бөлігінде не туралы айтылыпты? Мұнда әуез қарттың сезімі жайлы айтылған. Әуез қарттың қобалжып, толқып тұрған сәті бейнеленген. Сонымен қатар Абайды құрмет тұтатыны туралы айтылған. Балалар, Абайдың үйімен өзіңнің үйіңді салыстырып көр. Бұрынғы шаңырақ, яғни киіз үй қандай болған, ал қазіргі үйлер қандай? Салыстырып көріңдер. Ішіндегі жиһаздарды да салыстырып көріңдер. Ал өзің бөлмеңнің қандай болғанын қалайсың? Әңгімелеп айтып көр. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.